Әйел адамның үйлесімділік образын толықтырып, жас көрсетуге мүмкіндік беретін шаш үлгісі екен. Сондай-ақ өз бетіңіздің пішініне сай, өзіңізге жарасатын шаш үлгіңіз болған абзал. Осы тұрғыда Балжан, сенің көрермендеріңді сұрағысы келетін шығар, сенің кекіл қойғаныңа қанша болды? Көрерменнің барлығы қызығады, өзіңе әдемі жарасады. Рахмет, Нұржан, оның тарихы тереңде жатыр. Айтсам деген ұзақ. Бірақ негізі 5-ші сыныптан бастап, сонда санасам 13 жыл болған екен кекіліне. Неткен тұрақтылық десеңші. Рас айтасың. Жалпы қыз келіншектерге шаш үлгісі демекші, үй жағдайында жасауға болатын шаш үлгілерін үйрететін шырайлы майдарын назарларыңызға ұсынамыз. Қайырлы таң көрермендер, бүгін біз осындай бұйра шашқа тез арада жинаудың тәсілдерін көрсетеміз. Бастайық. Алдымен осында бізге резинка керек болады. Шашты төменге уып аламыз. Әр бұраланған шашты осылай ораймыз. Көлемді болу үшін аздап шығарамыз. Шаш қатырғышты сеуіп, осындай невидимкалармен қысамыз. Мына шашты да осылай орап, тура солай шығарамыз. Бұдан да көлемді қып жасаса болады, ол өзінің бет пішіміне байланысты, киетін көйлегіне байланысты таңдап жасақ болады. Біз осы жағдайда жаңағы қатты көлемде емес, орташа жасап отырмыз. Біз қазір артқы жағын жинап болдық. Енді осы алдына қойылған шаштарды кішкене алдынан қалдырса болады, қысқа шаштар болған жағдайда. Алдыңғы жағын біз қалдырдық қой, сол қалдырған жақтарын сәл кішкене орап, артқа қарай тартамыз. Міндетті түрде мындай невидимкалармен қысып қоямыз. Енді осы қалған шашты бетіне әдемілеп қоямыз. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің шаш үлгіміз дайын. Мұндай шаш үлгілермен тойға және басқа да туған күн мерекелеріне осылай жасап барсаңыздар болады.